Сүйінбай Аронұлы. Жаман мен жақсының айырмасы. Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел хамма жұрттың анасындай. Жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрін де өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай. Жаман парқы жақсымен бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, мейуалы алма өріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрер жолдан тал түсте адасыбай. Жақсы адам қай жерден ажырайды, жақсымын деп бәрі жүр таласыбай. Жамандар өтірікші өсегі көп, ел жұрттың іріткі салар арасынай. Жалған сөзбен бықсытар ел арасын, жанбай қалған ағаштың шаласындай. Соқтығысып әркімге бір ұрынады, сиырдың тентек болған танасындай. Сондай жаннан ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы, сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы, орыстың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы, жасынан бірге өскен еркесіндей. Жақсы кісі көрінер жыл құсындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар түзе алмас тұрмысынай. Жақсы адам алысты жақын етер, беттескен екі таудың тұрғысындай. Жамандар өсек аян айтып жүрер, ешкімнің білмесе де қылмысынай. Жаманның кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақылы ауысқан адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдейі айттым, қажетін қолданарсың тұрмысыңай.